Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық. Жалпы қалыптасу кезеңі біздің заманымызға дейін 6-9 ғасырлар. Қазақ жеріндегі көшпелі тайпалардың қай-қайсысы болмасын, қай кезеңде дамымасын, олар тек өндірістік құралына пайдалануға жарамды. Тас, ағаш, сүйек, тағы басқа табиғи қалыптасқан заттар осы ұлттық ойындарда қолданылады. Асық қазақтың ерте заманнан бері келе жатқан ұлттық ойыны. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Халқымыз асықты қастерлеген. Қазақ халқының ұлттық ойындары көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Шаруашылығы мал шаруашылығына негізделген қазақ халқының ұлттық ойындарында осыған икемделген. Асық ойыны баланың жастайынан жүйелерін шыңдап, оларды дәлелдікке, ептілікке, ұстамдыққа тәрбиелейді. Бізде үлкендер бұл асықпен еру арқылы шешілмеген дауларын шешіп, ымыраға келген күндері болған.